Иса көптеген адамдарға уағыздаған соң, қайта мына сөзді айтты. Тек тыңдап қана қоймай, сол естігендеріңді орындаңдар деген. Мүмкін көп адамдар Исаның сөзін тыңдап, дереу ұмытып, немесе оның сөзіне сай емес, өздерінің ой ниетімен әрекет еткендіктен шығар. Исаның бұл сөзін көне өсиеттегі пайғамбарлар да айтқан болатын. Тіпті Ишая пайғамбар Израиль халқына көп рет Құдай сөзіне құлақ салып орындаңдар деді. Мықты көрші елдерге емес, іргетас болған Құдайдың сөзіне негізделу керек деп. Құдай бір тасты негіз ретінде салуды уәде еткендіктен, сол тасты үйдің іргетасы етті делінген. Сол кездегі Израильде үй салғанда қатты тас үстіне тұрғызу міндетті болған. Немесе үй оңай құлап қалатын. Әсіресе іргетас үйдің ең маңызды бөлшегі болған. Себебі іргетасқа сай үйдің бағыты мен тірегі жасалғандықтан. Әйтсе де израильдіктер сол тасты негіз етпей, яғни Құдайдың сөзін тыңдап, бірақ орындамағандықтан ақырында құлаған еді. Иса адамдарға қайтадан сол сөзді айтты. Үй салған екі адам туралы астарлы әңгіме арқылы. Сол заманда Израильдің жазғы ауа райы жаңбырсыз, ал қыс бойы жаңбыр жауатын. Адамдардың көбі жазда жаңа үй тез салып алады. Себебі жаңбыр жаумаған соң жері қатты болып, үй тұрғызу оңай еді. Осы әңгімеде екі адам үй салмақшы болды. Жаз болған соң қатып кеткен жерді қазып көріп, бағаналар тұрғызып, шайқалама деп тексеретін. Бір адам жері қатып қалса да, үйінің негізін тұрғызатын тас шыққанға дейін жерді қаза береді. Ол қатып қалған жердің үстіне емес, мықты іргетастың үстіне үйдің негізін салса ғана, жаңбыр көп жауатын қыста да құламайтынын білді. Қыстың бір күні жаңбыр көп жауды. Соншама қатты боп көрінген жер ақырындап жұмсара бастады. Үйдің негізі етіп тұрғызатын тірек жер жұмсарған кезде үйдің қабырғасы шайқалып, ақырында құлап қалған еді. Еңбекпен салған үй енді пайдасыз боп қалды. Әйтсе де іргетас үстіне негізін салған үй қатты жаңбырға шыдап нық тұрды. Қалай ойлайсыңдар? Иса менің ием десе де, Құдай иенің сөзіне сай өмір сүрмейтін адамдарға айтады. Исаның сөзін тыңдап, соны орындау мықты іргетас үстіне үй салумен бірдей дейді Иса. Сондай адамдарға Иса өзі, олардың өмірлерінің іргетасы болса, қандай қиыншылыққа тап болса да, құлатпай ұстайтынын айтқан.